Барлықтарыңа сәлем. Сендермен мен Хадвен. Бүгін мен неге Ходилки Бродилкадағы аю жерді жойғанда жер ғаламшары неге күл болып кетпегені туралы өз теориямды айтатын боламын. Иә, егер сіз TikTokқа кіретін болсаңыз, онда осы аю туралы өрбіп кеткен видеороликтерді көре аласыз. Егер көрмесең, мен саған қысқаша айтып өтейін. Бұл аю өзінің бір видеосында жерді 27 қараша күні жоятынын айтқан еді. Бірақ бүгін 28 қараша, және жерге ештеңе болмады. Неге? Потому. Мен оны саған бүгінгі видеода айтамын. Ал онда біз өз видеомызға кеттік. Ең бірінші бұл аю жөнінде тоқталып өтсем. Аю Ходилки Бродилки деген каналдан алынған. Бірақ ол каналда оның дауысы өте мейірімді әрі жіңішке екенін білеміз. Ал сонда біздің TikTokта жүрген аю кім болғаны? Енді менің теорияма көшейік. Менің теориям бойынша аю ол біздің дүниемізден бөлек, басқа әлем, яғни вселенныйдан келген аю. Яғни бұл бізден де басқа өмір және біздің әлемнен бөлек әлем бар деген сөз. Ал ол қалай біздің әлемге тап болды және неге жерді жоймады деген сұрақтар болуы мүмкін. Мен оған да жауап беремін. Менің теориям бойынша аю біздің әлемге өткен жоқ. Ол тек сол әлемдегі жермен байланысудың орнына қателікпен біздің жермен байланысып қойды. Яғни өзінің жерді жою туралы мәліметін біздің жерге таратып жіберді. Яғни оны көрген адамдар оны мем ретінде қабылдап, оны TikTok желісіне және басқа да соцсеттерге жариялай бастады. Ол біздің жерде мем ретінде таралды. Бірақ та оны басқа әлемдегі жер ғаламшарындағы адамдар білмеді. Және де 27 қараша күні ол адамдар толық жер бетінен жойылды. Иә достар, қазір сендер күліп отыруларың мүмкін. Бірақ мүмкін басқа әлем бар шығар. Бізден басқа тіршілік бар шығар. Және бұл аю біздің әлемдегі Ходилки Бродилки каналындағы мейірімді аюдың басқа әлемдегі зұлым бейнесі шынымен осылай басқа әлемдегі жерді жойып жіберген болар. Міне, менің осымен теориям аяқталды. Сендерге осы уақытқа дейін көргендеріңе рахмет, және де өздеріңнің комментарияға менің теориям дұрыс па, әлде өздеріңнің теорияларыңды жазып кетіңдер. Ондайше сендермен болған мен Хадвен. Барлықтарың сау болыңдар.